Кеше жай жаттым. Білем ғой бүгін съемка екен да. Вот просто ерте жатуға болады ғой. Жоқ. Потому что әжемін қазір мен. Үйде екі немеремменен деп отырғанда бір қарасам сағат 1 ғой түнгі. Мен, между прочим, ертең 49-ға толам. Мен мамам iPhone, мынандай смартфондарды вообще ұстамайды. Просто телефонмен, потому что слишком много информации ол кісінің жасына. Білмейді, қай жақта қандай соғыс болып жатыр. Мало того, что ана Турцияның сериалдарынан ақ переживаниесі жетеді. Енді қалған сол соғыс әлемдегі көріп отыратын. Қартайған шағында тыныш отырсыншы. 78-де ғой, класстастар жиналған кезде политикаға бір кетеді. Бүкіл әлемдегі жаңалыққа былай барады, былай мамам ғана хабар жоқ отырады ғой. Тек миында турецкий сериал менен қазақ сериалдарының кадрда деп әдемі болып тұрамыз ғой. Осылай бардак, 2-3 чемодан, 1045 туфли, етік, сумка. Ойлайды ғой кейде көріп отырған көрермендеріміз. Ана жылтыраған бетімізге қарап, тау осылардың өмір, сүтке шомылады, дым істемейді деп. Бірақ мен шынымен дейді, тамақ істемеймін, кір жумаймын, не жинамаймын. Бірақ ол бір мақтанатын нәрсе емес дегенмен де. Мынау біздің обратный сторона. Море, шауып келе жатырмыз ғой, мынау не деген кәдімгі қарабатпақты кешіп келе жатырмыз ғой, бар қойшы. Шыны керек, Астананың көктемі өзі қызық болады негізі. Әлі көктем дейін десең қыс, кеше ғана боран аяз бітті. Енді бір жап-жасыл көктем дейін десең батпақ. У природы нет плохой погоды деген точно. Бәрі күшті. Екештің арасын ауыз ашып алып, әрі қарай съемкаға барамыз деп келе жатырмыз. Мама, бүгін дегеніңіз біз аққұрдасымыз екеуміз. Екеуміз деген қалай кетті? Екеуміз деген, келіншегімен және жеңешеммен Екеу келгенде ма? Екеуі келген. Және ағам бар, үшеуміз бар. Қараңыздар, құдай ау, еш бар ма? Не жоқ, қамыр жоқ. Мына үйрек өздерінікі. Кәдімгі бар қойшы, мамочки, ау, өзінікі өндірістік. Это новая подача, да? Это новая подача. Не деген подача мына вообще? Құрдасым ау, арықтаймын. Аспасын. Арықтағанда ертең Америкаға барғанда сағынады. Вот так, жеп ал десеші. Бүгін менің ұстазым, менің мастерім, үлкен өнер айдында қалықтап жүзуіме мұрындық болған, қолыма жолдама ұстатқан, құлыным деп маңдайымнан иіскеп еркелеп өсірген қазақ кср-ның халық әртісі, режиссер, актер, опера әншісі, ұстаз, профессор Кәукен Кенжетай ұлы 110 жаста. Кәукен ағам жайлы өте көп естеліктер айта аламын, себебі мен 17-ге енді толған жасымда ауылдан өнерді аңсап армандап Жүргенов институтына келгенімде мен Нұрғанат Жақпаевтың шеберханасы актерлық бөлімге актер қабылдап жатыр дегенді естіп Нұрғанат ағама бардым. Бірақ менің бала күнгі арманым әнші болу болды. Содан Нұрғанат аға көріп отырды да маған айтты: "Ай қызым, сен әншісің ғой, сен ән айтасың ғой. Ана коридордың әргі бетінде профессор Кәукен Кенжетаев ән айтатын, муздрама бөлім бойынша ән айтатын актерларды қабылдап жатыр, сен сонда бар" деп маған жол сілтеді. Содан коридорда келе жатсам, алдымнан сондай еңселі, сондай сұлу кісі келе жатыр, көзінде көзілдірік. "Ай бала, сен қай ауылдан келдің?" деді. Сондай бір кең, парасаттылықты, ізгілікті бойына сіңірген ірі кісі еді. Барлық жағынан оның мінезі де, болмысы да, өнері де, өзі де ешкімге ұқсамайтын тұлға болатын Кәукен ағам. Содан алдымнан шығып, "Қай ауылдан келдім?" "Қордайдан келдім." "Қайда барасың?" "Кәукен Кенжетаевқа барамын." "Мен Кәукен Кенжетаев" дейді. Енді балалығым, шалалығым, тек кинодан болмаса тірідей ол кісіні көрмегендігім барлығы енді рөл ойнап тұр ғой. Содан "Сәлеметсіз бе" дедім. Содан "Сен оқуға түстің, мен сені оқуға аламын" деді.
мына маңдайыңдағы 5 ел, мына кере қарыс маңдай бақ қой, мен сені алам, бар ана ел қатарлы документіңді тапсыр деді. Содан мен емтихансыз оқуға қабылданған студенттің бірімін. Білмеймін, ол мүмкін біздің жүрген тарихында болды ма екен, институт қабырғасында болмады ма екен. Мен сондай бір алақандай еркелеткен дүпілдетіп, тіпті емтиханға документіңді ел қатарлы тапсыр деді. Содан енді ұят қой, документімді тапсырып, мен ертең емтиханға келмеген. Сөйтіп ел қатарлы үшін мен де емтиханға кіріп шықтым. Бірақ мен солай оқуға қабылдандым. Оқып жүргенде де Кәукен аға қыздарды қатты еркелетеді. Бізді кәдімгі балапан қанатының астына алған бір күттей бізді осылай бір маңдайымыздан иіскеп еркелетіп, тәтті дәмдісін әперіп еркелетіп өсірді. Шынымен де бала сияқты өзі жүгіріп сахнаға шығып кетіп, бәрін көрсетіп кететін сабақ барысында барынша мейірімділікті, махаббатты берді. Бізге кісілікті үйретті, өнерді үйретті. Енді саңғырлы Кәукен ағамыз саңғырлы талант иесі болды. Соны кейде ойлаймын, Кәукен ағамның берген ақ батасы, Кәукен ағамның бойындағы өнерінің ұшқыны болса да, мүмкін біздің бойымызға дарыған шығар. Біз курста қанша адам оқып бітірдік, міне 16-сы бірде бір өнерден кеткен жоқ. Барлығы театр, педагогика, эстрада саласы, ән саласында, дәстүр өнердің барлық драматургия, режиссура, барлық жаңағы бағытын қамтыды. Және де бір бауырмалдылыққа үйретті, жылулыққа тәрбиеледі. Соның барлығын сіңіріп өстік. Және де Кәукен ағамның бір қызық жері, ылғи да маған айтады, мына қыз ба, мына қыз тура еркекке бергіз, сен бір жерді жарып шығасың, сен қыз бір жерді жарып шығасың деп Кәукен ағам сабақта маған еркелетіп, өзінің кейде Шәбі апамыздың үйге барып, Шәбі апамыздың тәтті дәмді тамағын жеп кетеміз еркелеп. Былай айтқанда, қызындай, еліктің лағындай еркелетіп бізді өсірді, аялап өсірді. Барлық ізгілікті, махаббатты, жылулықты бойымызға берді, сіңірдік соны. Сондай тәрбиемен шықтық. Ал енді шеберлігі, ол кісінің режиссерлығы, ол кісінің актерлығы, опералық әншілігі, ұстаздығы, қанша либретто жазғандығы, қанша түскен кинолары, опера театрындағы ойнаған, сомдаған образдары, оның барлығын қазір мен айтатын болсам, бір видеоға сыймас. Сондықтан мен қазіргі таңда міне 19 жыл болды, өзімде ұстазбын, өзімде шебермін, шәкірт тәрбиелеудемін. Мен ылғи да Кәукен ағамның әр сөзін балаларымның құлағына құйып отырамын. Кәукен ағам бізге ылғи да айтатын, ей, әртіс болмасаң болмай еді. Мен мына жерде бір адам тәрбиелеп, қоғамға адам тәрбиелеп қосу керекпін дейді. Мен де сол ұстанымды жақсы ұстанамын. Балаларға мен актерлық шеберлік, өнерден бұрын бойына ізгілікті, адамгершілікті, қарапайымдылықты, адалдықты, тазалықты сіңірем. Себебі Кәукен ағам айтатын, жақсы адамнан ғана таза өнер туады деп. Сол ұстазымның маған берген тәрбиесі, менің бойыма сіңірген өнері, айтқан әрбір сөзі күні бүгінге дейін менің жанымда сайрап тұр. Және мен сол ұстазымның айтқаны бойынша әрі қарай өзім ұстаз болып шәкірт тәрбиелеудемін. Кәукен ағамның жатқан жері жайлы болсын. Ұрпағыңмен мың жаса деп қазақ айтпақшы, шынымен де ұрпағымен мың жасап жатыр. Яғни менің ұстазым Кәукен Кенжетайұлының есімі еш уақытта өлмейді, мәңгі шәкірттердің, мәңгі қазақ халқының өнердің жадында, жүрегінде қалады.